Ассалаумағалейкум достар, сіздермен ауылдағы гараж арнасы жұмысын бәрін тоқтатып, мына көлікті жөндейін деп отырмыз. Бұл көлік негізі соғылған кезде бізге келейін деген, бірақ біздің уақытымыз тығыз болғасын қабылдамап едік. Енді біреуге жасатқан, жағдайы мынандай болып тұр. Мына крылоны полный терезесімен бірге алып берген, бірақ қойған жері мынау ғана кесіп, мынаны ғана кесіп қойған еще. Дуговой сваркамен ұрған шлактары көрініп тұр міне. Мына жерде волна, мынау дұрыс шықпаған, мына жерде қисықтық бар міне. Мынау қисық. Үшім дөңгелек қисық, ар жағы дөңгелекте қисық. Үшім қайта жасау керек, мынаны кесіп тастаймыз, білмеймін қазір не болатын. Мына жерде кестік, ішіне 1 сантиметр ішіне кіргізіп жүрген, 1 сантиметр ме одан да көп па. Мына жағында әдемлеп өзінше герметик жағыпты шофтқа. Мына ішкі жағында да сондай. Әдемлеп герметик жаққан түрі осы. Сосын мына жақта алдыңғы бамперде мынау жыртылған. Осын тігу керек, сосын астында мындай не тұрады, юбка ма. Ол да сынған, соны қосып бірге жабыстыру керек. Боямаймыз, тек жинаймыз. Мына құдай қаласа бітірдік. Мына жерде енді шов көбірек болып қалды. Шпаглевкамен толтырар о жағын. Өйткені алдыңғысы сәл ойықтау еді. Біраз шығардым, соның өзі осындай болып тұр. Татпасып кетпесін деп кішкене крас шашып қойдық. Іш жағыда мынандай. Мына жерде де мына қаңылтырды көбірек ойып тастаған. Барынша шығардым, бірақ мынаны шығарсаң мынаны тартып береді. Ошым сәл түсініксіз болып қалды осы жер. Келгені осы ғана, басқа келмеді. Мына жақтарын кішкене келтіргендей болдық. Мына жағында да осындай. Іш жағында өстіп. Мына жер өшім 2 сантиметрдей іште жатқан екен. Алдыңғы қойған 2 сантиметрдей, почти 3 сантиметрдей іште жатты. Соны шығардық. Мына жерден шығарып, мына жерге планка қосып артеттік. Мына жағында сөйтіп шығардық. Мұны тегіс соп шықпады, бірақ жүріп қалды. Енді басқа вариант жоқ. Мына шоғын кішкене келгендей болды. Мына жерінде не то бір неге бар, ол да шпаглевкамен келеді. Енді басқа бұдан әдемі шықпады, короче. Алдыңғысы бұдан да жаман еді. Так, дөңгелек артынан қараған кезде былай осы 10-15 сантиметрдей былай қисайып тұрған. 10 сантиметр, по-моему, қисайып тұрған. Қазір түседік, бүйтіп қараған кезде кішкене жау болайды. Мына жағда сондай болып тұрған. Мына жағында кішкене бір примерно қойдық, енді қалған геометриямен көреді. Бамперге, артқы бамперге мынаны юбка ма осы ілінді. Мына жер сынған болатын, бұны бір-біріне жабыстырдық. Алдыңғы жағына да міне юбкасы ілінді. И мына жердегі жыртық жамалды. Мына жақта да бір жыртық болған. Ошым осымен бұйырса біздің жұмыс бітті. Краскасын өзі көреді. Келесі кездескенше сау болыңыздар.